Осындай үлпілдек, биік, пирог жасау үшін видеоны аяғына дейін көріңіздер. Құрамына керекті заттарға 395 грамм ұн, 150-200 грамм қант, шым тұз 20-30 грамм какао. Алдымен осылай құрақ заттарды салып аламыз. 2 қасық ас содасы және 1 ас қасық уксус пайдаланамыз. Гүж жеткізіп алғаннан кейін сұйық заттарды салуға кірісеміз. 420 грамм сүт және 3 жұмыртқа, 180 грамм ертілген сары май саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін мұқият араластырып аламыз. Үлпілдек, жұмсақ біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Барлығын миксерсіз пайдалана беруге болады. Жасап көріңіздер, бетіндегі ганажына любой шоколадты пайдалана бересіздер, ертіп алсаңыздар болғаны. Ас болсын!